Қазіргі адамдар үшін орта ғасырдағы өмір жағымсыз көрінетіндігі рас. Себебі қазіргідей медицина, инфраструктура және тағы да басқалар ол кезде болмады. Әрі заңдары да қатал еді. Мысалға, қандай да бір заң бұзсаңыз, қазіргідей сізге ешкім айыппұл салмайтын. Оның орнына дүре соғып немесе саусағыңызды шауып тастауы мүмкін еді. Орта ғасырлық Еуропада қылмыскерлерді қатаң жазалайтын болған. Қылмыскерлерді өлтірмес бұрын жұртқа үлгі болсын деп жанына батырып отырып қинап қорлау әдетке айналған. Қинау түрлері көптігімен әрі сан алуандығымен ерекшеленетін. Солардың біразына тоқталып өтсек. Мыстаның орындығы дегеніміз кісеннен, істік тікендерден тұратын орындық. Орындықтың темірден жасалған бөліктерін кейбір жағдайларда қыздыратын болған. Бұл қинау құралын австриялық инквизиция кезінде кеңінен қолданылған. 1693 жылы Австрияның Гутенхак қаласында Вольф Лемпертич есімді сот 57 жастағы Марина Вукинецке қатысты сот ісін жүргізеді. Сот шешімі бойынша Вукинец кінәлі деп табылып, мыстан орындығына отырғызылады. Жазалау барысында жендеттер оның аяғын қыздырылған темірмен күйдіріп отырған. Марина Вукинец орындықта 11 күн, 11 түн отырып, кінәсін мойындамастан қайтыс болған. Аралау. Ара темір орта ғасырдағы қинау құралдарының ішіндегі кең тарағаны болып саналады. Басқа құралдарға қарағанда ара темір көпшілік үшін қолжетімді. Кез келген шаруаның үйінен табылады. Аралау әдісімен сиқыр жасау, зина, кісі өлтіру, құдайға тіл тигізу, тіпті ұрлық сияқты айыптармен айыпталғандарды жазалаған. Кінәліні басымен төмен салбыратып, байлап тастайтын. Оның себебі басқа баратын қанды тоқтатпай, кінәлінің есін жоғалтпауына әсер ету. Қинау бірнеше сағатқа дейін созылатын болған. Скафизм. Бұл қинау түрінің атауы грек тілінен аударылғанда скафиум, астау деген мағынаны білдіреді. Скафизм Персияда кеңінен тараған. Қолға түскен тұтқынды тереңдігі орташа астауға жатқызып, шынжырмен орайды. Тұтқынды әдейілеп күштеп отырып сүтпен және балмен тамақтандырады. Көп мөлшердегі сүт пен бал тұтқынның жүрегін айнытып, құсуға мәжбүрлейді. Оны астаумен бірге лай, балшық, тоқтау суларға ағызып жібереді. Тоқтау сулардағы жәндіктер тұтқынның денесіне жұмыртқа салып, кішкентай құрттар оның денесі мен тірі күйінде қоректене бастайды. Мыс бұқа. Бұл құралды ежелгі гректер ойлап тапқан. Нақтырақ айтсақ, мыс шебері Перил. Құрал толығымен мыстан жасалып, көлемі шын бұқамен бірдей болған. Бұқаның ішінде жазаға кесілген адамды орналастыратын камера болды. Құралдың астына от жағылып, жазаланушы сыртқа шыға алмай, тірідей пісіп қалатын болған. Ойлап табушы шебер Перил құралдың ішінде құбыршалар жүйесін жасаған. Бұл құбыршалар арқылы жазаланушы тыныс алуға тырысады. Тыныс алған кезде құбыршадан өзгеше бір дыбыс шығады. Дыбыс ақырған бұқаның дауысына ұқсайды. Біреуге ор қазба деген. Перил қинау құралын зұлым патша Фаларитке сыйға тартқан. Фаларит өзіне қарсы шыққан адамдарды аямайтын, соттаған адамын жазаламай қоймайтын қаныпезер еді. Перил құралды ұсынған кезде патша оны алдап түсіреді. Бұқаның жұмысын көрсетпек болып, Перил бұқаның ішіне кірген кезде Фаларит бұқаның қақпағын жабуға бұйрық береді. Одан кейін оның астына от жақтырады. Осылайша мыс бұқаға ең бірінші болып оның ойлап табушысы салынып өлтіріледі. Темір бикеш 18 ғасырдың аяғында капиталистік инквизиция кезінде ойлап табылған. Ең алдымен құрбанды саркофагқа салып, есігін бекітеді. Темір бикештің ішіндегі істіктер ұзын емес, құрбанды өлтірмейді, тек денесін ауыртып отырады. Осы қинау арқылы тергеуші қылмыскерді бірден мойындататын болған. Егерде қылмыскер қайсарлық танытып үндемейтін болса, саркофагтың қуыстары арқылы ұзын шегелер қағылып, қылмыскер үшін адам төзгісіз жағдай орын алады. Егерде құрбан сонда да мойындамайтын болса, оны сол қалпында ұзаққа қалдыратын болған. Нәтижесінде ол көп мөлшерде қан жоғалтып, көз жұмады. Темір бикештің кейбір түрлерінің көз тұсында істіктер орналасып, құрбанның көзін шығаруға арналған. Көртышқандармен қинау. Бұл қинау ежелгі Қытайда қолданылған. Құрбанды тыржалаңға шешіндіріп, үстелге жатқызады да байлайды. Құрбанның денесіне ішінде көртышқандары бар ауыр торлар қойылады. Тордың түбі арнайы тетікпен ашылады. Тордың үстіне қыздырылған көмір қойылады. Көмірдің ыстығына шыдамаған көртышқандар құрбанның денесін кеміріп тесе бастайды. Осылайша құрбан ауыр қиналып, азаппен көз жұмады. Орта ғасырдағы Еуропада және басқа елдерде қолданылған жазалау түрлері міне осындай болған. Әрине, бұл тізім барлық қинау түрлерінен тұрмайды.
біз тек біразын ғана шолып өттік. Осылайша видеоның да соңына жеттік. Видео аяқталды. Лайк басыңыздар, арнаға жазылыңыздар, өздеріңіздің кез келген пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Мейлі ол оң пікірлер болсын, мейлі теріс пікірлер болсын, өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Келесі кездескенше.